Әйгерім, бұрынғы заманда сен секілді, мен секілді жастар осы күнді асыға күткен деседі. Бірақ сізден селт еткізер көңілге танылмайды ғой, Жәке. Қарағым-ау, қайдағы селт еткізер көңілге кешігіз. Солай ма? Ұйқымда ашылар емеспін әлі. Онда дайындалыңыз. Қазір хас шеберлеріміздің дайындаған ұйқашарына куә боламыз. Қанекей қос ауылдың бұрымдылары қайда? Сәлем берді қыздар. Мерекелеріңізбен наурыз күні құтты болсын. Енді Гүл қайда? Мінеки. Ас көп. Қыздар, енді бар өнерлеріңізді саластар, өйткені сіздерді тек қана Астананың емес, бүкіл Қазақстанның жігіттерін, ұйқыларын шайдай ашуларыңыз керек. Ойбай. Бүкіл жағы ас үйде жүрген кездегі шеберліктеріңізді бәрін қосып кірсіңіздер. Мен ас үйде негізі соңғы уақыт 2000 жылы болған едім, жарайды көрейін. Енді ол өз мәселеңіз, қай жылы болдыңыз, қай жылы кірдіңіз білмеймін. Бірақ енді бүгінгі кезде наурыз мерекесінде бүкіл жағы талантыңызды, шеберліктеріңізді қосып, міне ұйқашардың барлық заттарын алып қойдық. Ұйқыны ашу керек қой. Тұз, зәйтүн майы, аскөк. Өзіміздің ауылдың тауығы туып жұмыртқалары. Әзірге сахна төріне Батыс Қазақстан облысынан келген керемет әнші жігітіміз Еркін Өтегеновті шақырамыз.